Леуліктер 21 тарау. Жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді. Діни қызметті атқаратын Харонның ұлдарына мынаны айт. Діни қызметкер халқының арасынан қайтыс болған ешкімнің мәйітіне жанасып, өзін арамдамасын. Ал егер өзінің қандас туысқаны, әке-шешесі, ұл-қызы, бірге туған аға-інісі, немесе күйеуге шықпай оның қолында жүрген әпке қарындасының біреуі қайтыс болса, соның мәйітіне жанасып, таза емес күйге түсуіне болады. Бірақ ол қайын жұртынан біреу үшін таза емес күйге түсіп, өзін арамдамасын. Діни қызметкерлерге не шашын тақырлап алғызуға, не сақалының шеттерін қырқып қысқартуға, не денесінің терісін тілгілеп жарақаттап таңба салуларына да болмайды. Олар Құдайға бағышталғандықтан, оның есімін еш қорламасын. Жаратқан иеге тамақ іспетті арналған тартуларды өртеу арқылы ұсынатындықтан, олар іс-әрекеттерінде қасиетті болулары керек. Діни қызметкерлерге жеңіл жүріспен арамданған не күйеуімен ажырасқан әйелге үйленуге болмайды. Өйткені діни қызметкер өзінің Құдайына бағышталған. Діни қызметкерлер сендер сыйынатын Құдайға тамақ іспетті арналған тартуларды ұсынатындықтан, оларды жаратқан иеге бағышталған деп қастерлеңдер. Себебі сендерді өзіме бағыштайтын мен, жаратқан ие, киелімін. Егер діни қызметкердің қызы жеңіл жүріспен өзін арамдаса, сонысымен әкесінде арамдағаны. Ондай қызды өртеп көзін құрту керек. Бас діни қызметкер діни қызметкерлердің арасынан таңдалып, май жағу рәсімі орындалып, арнайы киімді киюге тағайындалған адам. Сондықтан оған аза тұтып, не жалаңбас жүріп, шашын жайып жіберуге, не көйлегінің өңірін айыра жыртуға болмайды. Бас діни қызметкерге өлген адамның мәйітіне жақындауға болмайды. Тіпті өз әкесі, не шешесі қайтыс болғанда да, оның арамданбауы үшін солардың мәйітіне жақындауына болмайды. Бас діни қызметкердің қабір басына бару үшін Құдайдың киелі орнын тастап кетіп, оны арамдауына болмайды. Ол арнайы май жағу рәсімі арқылы Құдай иесіне қызмет етуге тағайындалған. Мен жаратқан иемін. Бас діни қызметкер пәк таза қызға ғана үйленуге тиіс. Оған жесірге, күйеуімен ажырасқан, жеңіл жүріспен арамданған әйелге үйленуге болмайды. Тек өз халқынан шыққан пәк таза қызға ғана үйленуіне болады. Осылайша бас діни қызметкер халқының арасындағы өзінен тарайтын ұрпақтарын арамданудан сақтасын. Оны киелі ететін мен жаратқан иемін. Жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді. Харонға мынаны айт. Болашақта өзіңнен тараған ұрпақтарыңның денесінде бір кемістігі бар адамы киелі шатырға жақындап келіп, Құдайға тамақ іспетті арналған тартуларды ұсынушы болмасын. Бірде-бір кемтар жан маған қызмет көрсету үшін жақындамасын. Соқыр, ақсақ, қоян жырық ерінді, не қол аяғы дұрыс дамымаған мүгедек. Сондай-ақ аяғы не қолы сынып майып болған, бүкір, не дене мүшесі семіп қалған, көзінің кемістігі бар, қотыр не темір еткісі бар, немесе ұрық безі езілген ешкімде осы қызметті атқарушы болмасын. Діни қызметкер Хароннан тараған бір ұрпағының сондай кемістігі бар болса, оның киелі шатырға жақындап келіп, жаратқан иеге бағышталған тартуларды өртеп ұсынуына болмайды. Кемтар болғандықтан, оның Құдайға тамақ іспетті арналған тартуларды әкеліп ұсынуына болмайды. Алайда, оған Құдайға бағышталған киелі және ерекше киелі тамақтардан жеуіне болады. Ал ол өзінің тәндік кемістігіне бола, киелі шатырдағы ішкі шымылдыққа және құрбандық үстеліне жақындап, менің киелі орнымды арамдамасын.
соларды өзіме толығымен бағыштап ел еткен мен жаратқан емін. Мұса осының бәрін Харон мен оның ұлдарына және бүкіл Израиль халқына айтып берді.